Құрметті достар, бүгін мен сіздермен Бейсен Құранбек туралы ой бөліскім келеді. Ол жай ғана журналист емес, ол қазақ медиасының жарқын жұлдызы. Қарапайым халықтың үнін жеткізген нағыз халық адамы. Табиғатынан талантты Бейсен Құранбек 49-ға қараған шағында дүниеден өтті. Бейсен Құранбек Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің түлегі. Еңбек жолын Республикалық спорт газетінде тілші жауапты қызметінен бастап, кейін Рахат 31-ші арна, Хабар арнасы, Президент телерадио кешенінде жұмыс істеген. Қазақстан ұлттық арнасындағы айтуға оңай қарекет жұмысындағы ток-шоуын жүргізді. 2014 жылдан бастап Талдықорған қаласындағы Жетісу телерадиосында бас директор болып қызмет атқарды. Оның жобалары тек рейтинг жинау үшін емес, қоғамдағы шынайы мәселелерді көтеру үшін жұмыс істейді. Ол үшін эфир тек жұмыс орны емес, ол әділдік іздеу алаңы болды. Көпшілік оны ісіне адалдығы үшін, әрбір кейіпкеріне деген мейірімі үшін жақсы көрді. Ол мәселені айтып қана қоймай, оны шешуге күш салды. Бейсен Құранбек үлкен жүректі, өткір тілді, парасатты тұлға. Ол бізге журналистика биліктің қызметшісі емес, халықтың қалқаны болу керек деген қағиданы ұқтырды. Бүгін оны еске ала отырып, біз оның ерлігін, еңбегін және адамдығын құрметтейміз. Рухыңыз шат болсын, Бейсен аға. Сіз қазақ халқының жүрегінде мәңгіліксіз. Арман адамды алға жетелейтін, өмірге мән беретін ұлы күш. Бүгін мен сіздерге сондай арманның жетегінде жүрген бір жан, Құранбек жайлы айтқым келеді. Құранбек жай ғана тұлға емес, ол арманға сенген, сол арманы үшін аянбай еңбек еткен жан. Ол қиындықтардан қорықпады, құлаған сәтте жыламады, қайта тұрып, жолын жалғастырды. Себебі оның жүрегінде үлкен арман бар еді. Арман тек қиял ғана емес, ол нақты әрекетпен, біліммен, еңбектің терімен ғана жүзеге асады. Құранбек осыны дәлелдеді. Бүгін бізде Құранбек ағамыздай өз жолымызды таңдап, сол жолда қажырлы еңбек ете білсек, арман қол жетпес қиял емес, орындалатын шындыққа айналады. Армандай біліңдер, сол арман үшін күресе біліңдер. Құрметті қатысушылар, бүгін біз тағылымды да әсерлі бір тұлғаның өмір жолына, Құранбек бейнесіне тоқталып, оның арманы мен мақсатқа ұмтылысы жайлы сөз қозғаймыз. Құранбек тек арманшыл ғана емес, сол арманға жету жолында аянбай еңбек еткен, өміріне мағына іздеген, білім мен табандылықты серік еткен жан. Ол бізге өз ісіне деген сүйіспеншілік пен жауапкершіліктің, қайсарлық пен рухани байлықтың нағыз үлгісін көрсетті. Құранбектің арманы тек жеке жетістік емес, ол айналасына, еліне пайдасы тиетін биік мақсаттармен ұштасқан болатын. Бүгінгі шарамыздың негізгі идеясы арманға сену ғана емес, сол арман үшін әрекет ету, білімге ұмтылу, еңбек ету қажеттілігін ұғындыру. Әр оқушы Құранбектің биікке талпынса, ол болашаққа жарқын болары сөзсіз.